Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі пәнінен онлайн сабағына қош келдіңдер. Құрал жабдықтарымызды дайындап, сабаққа назар аударамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы зат, есім, наурыз, көже. Бүгінгі сабағымыздың оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары: дереккөздерден мәліметті табу жолын анықтап, берілген тақырып сұрақ бойынша мәліметті іріктеп алу. Сабағымыздың мақсаты: берілген тақырып сұрақ бойынша мәліметті іріктеп, мәтін мазмұны бойынша сұрақ қоя алады. Балалар, енді ынтымақтастық атмосферасын қалыптастырамыз. Көктем дегенде көз алдыңа нені елестетесіңдер? Дұрыс айтасыңдар балалар. Көктем дегенде көз алдымызға көктем мезгілі, наурыз мерекелері, бәйшешектер, гүлдер, жасыл шөптер, жылы шуақ күнді елестетеміз. Балалар, енді құрастыр әдісі арқылы өткен тақырыпқа шолу жасаймыз. Берілген сөздерге зат есімдер тауып, сөйлемдер құраймыз. Бұл сөздердің жүзді, қызыл, сөйледі, секірді, жиырма, үлкен, үрді деген сөздерге зат есімдер тауып, сөйлемдер құраймыз. Критерия: өткен тақырыпқа байланысты жұмыс жүргізу, ал дескрипторы сөздерге зат есімдерді тіркестіру. Мысалы, қаз жүзді, алма қызыл, адамдар сөйледі, ит секірді, үлкен үй, 20 адам, ит үрді. Балалар, біз сөз таптарын өттік. Сөз таптарына зат есім, етістік, сын есім және сан есім жатады. Зат есім заттың атын білдіреді, кім не, кімдер, нелер деген сұрақтарға жауап береді. Енді оқулықпен жұмыс жасаймыз. 24-ші жаттығуға қараймыз. Еркін әңгіме әдісі арқылы берілген суретті әңгімелейміз. Бұл жерде критерия суретпен жұмыс жасау, ал дескрипторы сурет бойынша әңгімелейді. Оған 2 балл. Әр өздеріңнің балдарыңды қойып бағалап отырсаңдар болады. Балалар, суреттен не берілген? Бұл жерде наурыз мерекесі тойланып жатыр. Осы бойынша өздерің әңгімелеулерің керек. Наурыз деген бұл көне Иран сөзі. Қазақша мағынасы жаңа күн дегенді білдіреді. Наурыздың 22-сі қазақтар үшін жыл басы, жаңа жыл, күн мен түннің теңелетін уақыты. Сондықтан да наурыз тойын ұлыстың ұлы күні деп атаған. Ұлыс деген сөз мемлекет, ел деген мағынаны білдіреді. Жер беті бусанып, қардың еріп, көктің шыға бастайтын бұл уақытты жуанның жіңішкеріп, жіңішкенің үзілер шағы деп текке айтпаған. Мал төлдеп, қыстан қиналып шыққан халықтың ауызы көкке тиіп, бір жасап қалады. Бір-біріне өкпелі адамдар барлық реніштерін ұмытып, құшақтасып, төс қақсып көрсетін болған. Бір-біріне жақсы игі тілектер айтып, ақ ниетпен бата беріскен. Енді 25-ші жаттығуға қараймыз. 25-ші жаттығудағы мәтінді түсініп оқимыз. Бұл жерде критерия мәтінмен жұмыс жүргізу, ал дескрипторы мәтінді оқиды 1 балл, мәтін бойынша сұрақтар құрастырады 1 балл. Балалар, енді мәтінді оқимыз. Наурыз көже деген не ата? Наурыз көже деген 7 түрлі дәм салып жасаған өте дәмді көже.
Ата, наурыз көжені неге ішеміз деді Нартай. Наурыз көже ішкен соң, көне жыл бітіп, жаңа жыл басталады. Наурыз көже ішкен адам бір жасқа үлкейеді деді атасы. Балалар, бұл жерде наурыз мерекесінің ерекшелігі өте ерекше. Себебі наурыз мерекесі күні барлық қазақтың салт дәстүрлері көрсетіледі. Сондай-ақ 7 түрлі тағам салынған наурыз көже пісіріледі. Енді мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастыратын болсақ, мысалы, наурыз көже деген не? Немесе наурыз көжені неге ішеміз? Ал немесе наурыз көже қалай жасалады деген сұрақтар құрастыруға болады. Енді 26-шы жаттығуға назар аударамыз. Өлеңді көшіріп жазамыз. Наурыз құтты болса екен, жерге ырыс толса екен. Бұл жерде критерийі өлеңді көшіріп жазу, ал дискрипторы әдемі қатесіз жазады. Оған 1 балл қоямыз. 27-ші жаттығуға қараймыз. Оңнан солға қарай оқығанда жаңа сөз шығатын сөздерді тауып жазамыз. Мысалы, тымақ, қамыт, есек, кесе. Бұл жерде критерийі жаңа сөздерді жазу, ал дискрипторы оңнан солға қарай оқығанда жаңа сөз шығатын сөздерді іріктеп жазады. Оған 1 балл. Енді 28-ші жаттығудағы жұмбақ өлеңді оқып шешуін табамыз. Тарыдан жасалатын қандай тағам түрлерін білесің? Өз отбасы мүшелерінің сүйікті тағамын атаймыз және өзің білетін бір тағамның құрамын жазамыз. Бұл жерде тыдан бастасаң дақылдың бірі, сыдан бастасаң бояудың түрі. Критерийі мәліметті табу жолын анықтайды, ал дискрипторы жұмбақтардың шешуін табады, тарыдан жасалатын тағам түрлерін анықтайды. 1 балл. Өз отбасы мүшелерінің сүйікті тағамын атайды. Оған 1 балл. Өзі білетін бір тағам құрамын жазады. Оған 1 балл. Енді бұл жерде жұмбақтың шешуі тары және сары. Яғни дақылдың бірі тары, ал бояудың түрі сары болады. Бүгінгі сабағымызды аяқтай келе, кері байланысты білім қоржын әдісі арқылы жасаймыз. Бүгінгі сабақта не үйрендің? Сен үшін не қиын болды? Саған қандай тапсырма қызықты болды? Назарларыңа рахмет. Сау болыңдар балалар.